Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Біз бүгін сіздерге әлемдегі ең танымал сүтті асыл тұқымды ешкі Занен тұқымы жайлы айтатын боламыз. Бұл Занен тұқымды ешкі ең алғаш рет 19 ғасырда Швейцарияның Зане өзенінің бойындағы Зане даласында осы швейцарлық шаруалардың көп жылдық еңбегінің, селекциялық еңбегінің нәтижесінде шығарылған. Яғни бұл ГМО емес, яғни гендік модификациялық организмдер тобына жатпайтын әлемдегі бірден-бір сүтті ешкі тұқымы саналады. Жалпы бірден-бір сүтті ешкі тұқымы дейтініміз, өйткені жалпы 10 айлық лактация көлемінде, яғни 10 айлық сауылым көлемінде орташа есеппен 600-1200 килограмм сүт береді. Ол дегеніміз біз мынау тәулігіне сүт алуға үйренгенбіз ғой, сол себептен тәулігіне деп есептесек, тәулігіне бұл 2-ден 5-6 литрге дейін келеді екен. Ал рекорд Швейцарияда емес, Австрияда орнатылған. Бұл ешкінің рекорды 3507 килограмм сүт бір лактацияда берген екен. Ал Қазақстандағы ешкі фермаларының несі, жаңағыдай сүт алу мөлшері дәл осы Занен ешкісінен тәулігіне 4 литрді құрайды. Айта кететін тағы да бір жайт, орыстың ақ ешкісі дейміз ғой, оны орыстар өздерінше русская белая деп айтады. Оның негізгі шыққан тұқымы осы Занен тұқымынан тараған. Осы Занен тұқымынан алынған. Және Занен тұқымынан тек сол тұқым ғана емес, басқа да көптеген тұқымды осы Занен тұқымды ешкінің, асыл тұқымды ешкіден жаңадан түрлер тұқымдар алуды осы шаруалар әлдеқашан-ақ бастап кеткен. Жалпы Занен тұқымды ешкінің ең ерекшеліктерінің бірі тықыр жүнді, түсі ақ сары немесе қызыл сары болып та келуі мүмкін. Мүйізсіз 75% мүйізсіз болады, ал мүйіздісі 25% құрайды. Жаңа айтып отқандай, бұл ГМО емес ешкілердің ішіндегі, яғни ешқандай басқа организмнен ген қосылмаған, таза ешкінің геніне қосылған деп есептейтін болсақ, онда бұл ең үлкені, ең ірісі болып есептелінеді ешкілердің арасында. Тіпті нубийлік ешкілерде, альпа породалы ешкілерде осы Занен ешкісіне тең келе алмайды, үлкендігі жағынан да, сүттілігі жағынан да. Бірақ сүтінің сапасы жағынан мүмкін альпілік тұқымға азын-аулақ есесін жіберіп қояр. Бірақ ондай температураға, мысалға айталық, плюс 6 градустан қыста, жазда плюс 18 градус аралығында температураға жақсы шыдамды, жақсы өнім береді. Неге плюс 18? Өйткені өзіміздің де тәжірибемізден өткен қатты ыстықтарда көлеңке жер болмаса, онда бізде мысалы тау тастардың арасында көлеңкеге тығылып кетеді. Ыстыққа да көп шыдай бермейді, жүні тықыр болғандықтан шығар. Енді кемшіліктерін айта кететін болсақ, мысалға кемшіліктердің арасында мен бірінші кемшілік айтайын. Ол текесі, Занен тұқымды ешкінің текесі басқа ешкілерден қарағанда иісі болады текеде. Мысалға айталық, нубийлік немесе альпі тұқымды ешкілердің текелерінде иісі дәл Заненікіндей болмайды. Енді нубийлік пен альпілердің текесі аромат шашып тұрады деп айтпаймыз әрине. Бірақ дәл Занендікіндей сасымайды, Заненде иісі болады. Тағы да бір айта кетерлік жайт, Занен тұқымды ал ешкісінде иіс болмайды. Ешкісін тіпті тексерудің тағы да бір жолы, тазағанде Заненде терісін аласыз қолыңызбен, сипайсыз. Сипағанда жүні жатқан жағына қарай емес, теріс жаққа қарай сипап, қолыңызды иіскеген кезінде иіс болмауға тиісті. Және сүтінде де иіс болмауға тиісті. Занен тұқымды ешкінің
денесі ірі, белі ұзын, аяғы мығым, арқа жағы жоғары, биіктеу келеді. Арқасы тік, аяқтары мығым, мойны ұзын, жіңішке, тұмсығы ұзын, жіңішке, ал құлағы тік, бірақ бүрік емес. Жүні жаңа айтып кеткендей ақ түсті, ал астында түбіті болмайды. Терісі қызыл түсті тері, ал дақтары қара дақтар тұмсығында, желінінде, және де құлағының ішкі жақтарында қара дақтар болады, сонда кездеседі. Келесі видеомызда, осыдан кейінгі видеомызда таза қанды Занин тұқымды ешкілері документімен сатылымда, соны көрсететін боламын. Сол үшін де осы видеомыз арқылы арнамызға тіркелмеген болсаңыз, арнамызға тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаны басып қойыңыз. Арнамызға тіркелу үшін подписаться деген қызыл батырманы басып, жанында тұрған қоңыраушаны басуыңыз керек. Сонда келесі біздің сатылымға түскен ешкілерді көру үшін сол видео сіздерге пайдалы болады. Ол ешкілер документімен, әлемдік стандартқа сай документімен Қазақстанда, Қарағандыда сатылымға шығатын болады. Құрғалып қалмайық, асыл тұқымды ешкіні, асыл тұқымды сүтті ешкіні алуға асығайық. Сондықтан да алып, бағып, одан өнім алып, еліміздегі ауыл шаруашылығына үлес қосайық. Сіздермен болған ғылым және ауыл арнасы, мен Сарыбай Нұрғиса Қыдырбайұлы. Аман сау болыңыздар.